Джон Неллистің айтуынша, стадионнан көрем дегендердің саны 5-ші орында Біріккен Араб Әмірлігінің азаматтары тұр екен. Олар 66.127 билет алған. Одан жоғары мексикалықтар 91.173 билет сатып алыпты. Үздік үштікте одан 500-де артық билет алған Ұлыбританиялықтар тұр. Ал екінші орында көрші Сауд Арабиясының тұрғындары 123.228 билет алыпты. Ал көш басында 146.616 билетпен америкалықтар тұр. Бұл енді қызығушылықтың артып бара жатқанын көрсетеді. Құны жағынан билеттер 11 ақш долларынан $1,600 дейін барады, яғни финалдық іріктеу бәсекелердің маңыздылығына байланысты. Соған қарамастан осы тізімге қосылмаған қожайындар, яғни қатарлықтар 947.846 билет сатып алған, миллионға жуық. Алайда олардың жанкүйерлік көңілін алғашқы ойын су сепкендей басты. Ұлттық команда Эквадордан 0-2 есебімен жеңіліс тапты. Тарихта 1930 жылғы ең алғашқы әлем біріншілігінен бері ешбір қожайын ел беташар матчта жеңіліп көрмеген. Содан болар сан соққан қатарлықтар жанкүйерлер эмоцияға беріліп, мемге айналып, карикатура мен тиктоктың сәні болды. Нәтижеге көңілі толмаған дәл осы жанкүйердің қазір Қытайда танымалдылығы артқан, алды оның кім екенін ғана емес, туысқандарына дейін іздеп кетсе, қалғаны мем мен стикер жасап әлек. Осы бір фотосы үшін миллиардтарға да танымал болып кеткен ол білем екен. Енді ол соның өзінде. Ал шығыстағы көрермендер ойын маскотына айналған лайыптың пішіннен тұшпара жасап тиктокта танымал болды. Өзінің танымал екенін білсе де, жұрттың іздеуіне қалған Месси Сауд Арабиясы мен Аргентина арасындағы ойыннан соң ол да мемге айналды. Саудиялық жанкүйерлер Аргентинаның 2-1 болып жеңілгенін мазақ қылып, "Where is Messi?", яғни Месси қайда деп шам алып іздеп жүр екен. Келесі видеода кореялық тілшінің тікелей эфирдегі үзіндісі көрсетіледі. 사우디 팬들은 경기가 끝나고도 기쁨을 만끽했습니다. Сонша мықты Мессиларын қайда деп іздеп жүрген түр екен. Енді Мессидің командасы бірден жеңіледі деп ешкім күтпеген болу керек. Бәс тіккендер қалай жыласа, саудиялықтар солай қуанды, тіпті ел билігі сол сәрсенбі күнін мемлекеттік демалыс деп жариялады. Жеңіс кезінде қуанған жұрт тіпті есікті жұлып алыпты. Одан соң түрлі образдарға жанкүйерлік танытуда, түрлі образдарды киіп алып жанкүйерлік таныту сәнге айналған екен. Міне мына жерде саудиялық жанкүйер динозавр болып киініп алған, жасыл туын желбіретіп, Аргентинадан кейінгі жеңісті тойлап мәз. Ал ары қарай бізде кореялық жоқ. Дәл қазір бізде мексикалық жанкүйерлердің үрлемелі түйе мен жылқы мініп алғаны да трендке айнала бастаған. Өлілер мерекесіндегі образдарында ала келген мексикалықтар кең қақпақтарында кигізіп, көрермендерді, басқа жанкүйерлерді мексикалық атмосфераға енгізу үстінде. Ал басқа да бір той-томалақ жоғары деңгейге жетіпті. Мысалға, мына бір видеоны көріп алыңыздар мексикалықтар жайлы. Карнавалдардың әсері экранның бер жағына дейін сезіледі, ал кореялықтар болса динозаврды ерттеп мініп, олар да азиялық командалардың мықтылығын дәлелдемекші. Осының барлығына қарап отырып, алкогольсіз-ақ той-думан жасай беруге болатынын
көруге болады. 2018 жылғы финалистер Хорватияның жанкүйерлері Доханың қақ ортасында ұзындығы 200 метр, салмағы 100 келі шақпақ жалауды желбіретті. Ал мына хорватиялық бикеш осы жолға әлем біріншілігіндегі ең тартымды жанкүйер атағына таласқысы келеді екен. Есімі Ивана Нол, кигені гардеробындағы ең жабық көйлегі. Катар заңына ашуланып жүріп әрең тіктірген көрінеді. Осы формасына қарап әлі де дауыс беретіндер саны көбейетін секілді. Ал катарлықтармен қатар барша әлемнің құрметіне жапониялық жанкүйерлер ие болған сияқты. شيء طبيعي. في نهاية المباراة الافتتاحية بكأس العالم بين قطر والإكوادور صار هالشيء الغريب. Қатарлық блогер Аң-Таң жапондары біз отырған орнымызды құрметтегендіктен осылай тазалап кетеміз. Бұл ілтипаттың белгісі деп жатыр. Расында күншығыс елінен келетін көрермендер біраз халықаралық жарыстарда осындай жақсы әдетімен көзге түскен. Спортшылары атақты Германияны 2-1 есебімен тізе бүктіргеннен кейін түгел делегацияға құрмет өсті. Желдегілер Toyota BMW-ны, Honda Mercedes-ті озып кетті десті. Ал ол олма, спортшылар киім ауыстырған бөлмесін тек жинап қана қоймай, айнада етіп жалтыратып тазалап, оригамимен тырна мүсіншелерін жасап, арабша және жапонша рахмет деп қағазға жазып алғысын білдіріп кеткен екен. Бәрекелді. Енді 18 желтоқсанға дейін шара жалғасады. Әлемдік додаға 1,5 миллион қонақ келеді деп күтілген. Бұл тек бірінші аптаның қызықтары. Алдағы уақытта бізбен бірге оянып, ақпаратқа қанық болыңыздар.